Қостанай облысында биыл 50-ге жуық спорттық нысан пайдалануға берілді. Оның басым бөлігі ауылды жерлерде. Мысалы, Федоров ауданында жабық хоккей корты мен дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтерді. Жаңа нысандарда спортпен айналысуға барлық жағдай жасалған. Ең бастысы ауыл тұрғындары үшін қолжетімді. Тілші репортажы. Мынау көп функционалды спорт алаңы деп аталады. Мұның ішінде жазда доп теуіп, қыста хоккей ойнауға болады. Жақын күндері су құйылып, мұз айдыны жасалады. Шешініп киінетін, жуынатын бөлмелері мұнтаздай жарқырап тұр. Жып-жылы. Федоров ауылында 40 шақты бала хоккеймен айналысады екен. Закуплено у нас 25. Балаларға 25 толық комплекті хоккей формасы сатып алынды. Одан бөлек бір ай бұрын ғана 20 жұп кәсіби конькилер жеткізілді. Қазір алдағы маусымға дайындалып жатырмыз. Ал қалған уақытта қалаған адам осында келіп тегін коньки тебе алады. Келесі спорт нысаны палуандардан босамайды. Қазақ күресінен бапкер Ералхан Аманжолов 7 жыл бұрын Қызылордадан осы ауылға қоныс аударыпты. Содан бері Федоров ауданында балалардың ұлттық спорт түріне деген қызығушылығы артқан. 3 группам бар. Жаңа жас ерекшеліктермен бөлінген. 3 тренировкам бар. Сосын ересектерге оларға отдельно сағат 8-ден 10-ға дейін кешкі уақытта вторник четверг күндері. Залымызда коверіміз бар, инвентарларымыз бар, барлық жағдай жасалған. Қазіргі кезде Федоров ауданында 88 спорт нысаны бар. Оның барлығы тегін жұмыс істейді. Кез келген адам қалаған уақытында жаттығу жасап, дене шынықтыра алады. Почти 50% населения. Бізде аудан халқының жартысына жуығы спортпен айналысады. Әр ауылда дене шынықтыру мұғалімінен бөлек спорт жөнінен нұсқаушы әдіскерді ұстап отырмыз. Келер жылы аудан орталығында тағы бір дене шынықтыру сауықтыру кешенін салу жоспарда бар. Қазіргі кезде облыс бойынша шамамен 1400 спорттық нысан бар. Алдағы жылы олардың қатарын тағы 5-еуі толықтырады. Салынып жатқан спорттық ғимараттардың бірі тек қана денсаулығында ерекшелігі бар адамдарға арналған. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 KZ.